Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңдер. 6 сынып математика 157 есепке тоқталайын. Бұл жерде бірінші есеп масштабқа берілген. Сондықтан мен бірінші формуласын жазып өтейін. Масштабтың негізгі формуласы картадағы өлшемді жердегі өлшемге қатынасы ол 1 бөлінген x, яғни масштабқа тең болады екен. Осы формула бойынша қазір есепті шығаратын боламыз. Енді мына жердегі сызбадағы ұзындық деп тұрса, ол картадағы өлшем болады екен. Бірінші 157 есептің біріншісіне тоқталайық. Картадағы өлшем бізде 1 сантиметр. Жердегі өлшем 40 сантиметр. 40 сантиметр. Енді есепте ұзындығы 10 сантиметр болатын кесіндінің сызбадағы ұзындығы 1 сантиметр. Енді бізге сызбаның масштабын сұрайды, яғни 1 бөлінген x-ті сұрайды. 1 бөлінген x неге тең деп тұр. Оны енді апарып орнына қоямыз. Сонда 1 бөлінген x тең болады. 1 сантиметр 40 сантиметр. Сантиметр мен сантиметр қысқарып кетеді. Сонда 1 бөлінген 40 болады екен. Енді екіншісіне тоқталайық. Екіншісінде 50 сантиметр деп тұр. Яғни картадағы өлшем бізде 1 сантиметр. Жердегі өлшем ол бізде 50 сантиметр. Яғни 1 бөлінген x, яғни масштабты сұрайды. 1 бөлінген x тең болады. 1 сантиметр 50 сантиметр. Сантиметр мен сантиметр қысқарып кетеді. Сонда 1 бөлінген 50 болады екен. Енді үшінші есепке тоқталайын. Үшінші есепте картадағы өлшем 1 сантиметр. Жердегі өлшем 1 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Енді бізге 1 бөлінген x-ті сұрайды бұл жерде де. 1 бөлінген x тең болады 1 сантиметр 10 сантиметр. Сантиметр мен сантиметр қысқарып кетеді. 1 бөлінген 10 болады екен. Төртінші есеп. Картадағы өлшем бізде 1 сантиметр. Жердегі өлшем ол бізде 10 метр. Енді метр мен сантиметрге айналдырған кезде 1 метрде 100 сантиметр бар. Ал енді 10 метрде тағы 1 0 қосылады, сонда 1000 сантиметр бар. Енді ары қарай кеттік. 1 бөлінген x-ті сұрайды. Шешуі 1 бөлінген x тең болады 1 сантиметр бөлінген 1000 сантиметр. Сантиметр мен сантиметр қысқарып кетеді. Сонда 1 бөлінген 1000 болады екен. Картада жер бетінің 1 километр қашықтық неше сантиметр кескінделеді. Яғни бұл жерде кесіндімен кескінделеді десе, яғни бұл жерде картадағы өлшемді сұрап тұр. Ол үшін бірінші берілген есептің шартын жазайық. Яғни 1 бөлінген x бізде масштаб қой. Масштабты жазайық. 1 бөлінген есебіміз бойынша 100 000. Енді жердегі өлшем белгілі. Жердегі өлшем. Жер бетіндегі деп айтылды ма? Онда оны жердегі өлшем дейміз. Жердегі өлшем 1 километр. 1 километрді сантиметрге айналдырамыз. Сантиметрге айналдырайық. Сол кезде бізде неше 0 болады. Километрді бірінші метрге айналдырайық. Сол кезде бізде 1000 болады. 1 километрде 1000 метр бар. Енді ары қарай кеттік. Енді метрді сантиметрге айналдырайық. 1 метрде 100
сантиметр. Яғни мына жердегі нөлдердің бәрі қосылады, сонда 5 нөл болады, иә? 5 нөл болады екен. 3, 4, 5 нөл. Так, бізде сантиметр болды. Сұрақ бізде картадағы өлшем неге тең дейді. Формуласын жазайық. Шешуі. Картадағы өлшем, жердегі өлшем тең болады 1 бөлінген x. Бұл масштабтың негізгі формуласы. Апарып орындырына қояйық. Картадағы өлшем. Так, біздегі жердегі өлшем мынау. Бізде 100 мың. 100 мың. Так, тең болады 1 бөлінген. Енді масштабты жазамыз. Так, масштабымыз да 100 мың екен. Так, енді пропорциямен мынау бізде алымға шығады. Сол кезде ол 1 мен көбейтіледі. Сонда картадағы өлшем 100 мыңды 100 мыңға бөлеміз. 3 нөлмен 3 нөл кетеді, 2 нөлмен 2 нөл кетеді. Сонда 1-ді 1-ге бөлеміз. 1 болады екен. 1 сантиметр жауабы 1 сантиметр. Келесекте 1 бөлінген 50 мың, масштабымыз 1 бөлінген 50 мың. Біздің масштабымыз, яғни 1 бөлінген x деп қояйын. Так, жердегі өлшем бізде 1 километр болған. Оны сантиметрге айналдырғанда артына 5 нөл тіркейміз дедім, е? Так, сантиметр. Енді бізге картадағы өлшем неге тең дейді. Кеттік. Картадағы өлшем, жер өлшем тең болады. Так, бізде 1 бөлінген x формуласы. Картадағы өлшем. Так, жердегі өлшемді бірден жазып кете салайық. 100 мың, е? Тең болады. Так, 1. Масштабымыз біздің x-тің орнына 50 мыңды қоямын. Так, енді пропорция болады. Мына жерге 1 мен көбейтіледі. Сонда картадағы өлшем. Так, 100 мыңды 50 мыңға бөлем, е? Мыңға бөлем. Так, 3 нөл кетеді, 3 нөл кетеді, 1 нөл кетеді, 1 нөл кетеді. Енді 10-ды 5-ке бөлемін. Сонда менде 2 болады екен. Жауабы 2 сантиметр. Есепте бізде 1 бөлінген x біздегі масштаб 25 мың дейді. 1 бөлінген 25 мың дейді. Жердегі өлшем 1 километр. Яғни мына 1 километр. Оны сантиметрге айналдырғанда, бағана алдындағы есепте түсіндіргенмін. 5 нөл тіркейміз дедім, е? 1, 2, 3, 4, 5 сантиметр болады екен. Ары қарай кеттік. Бізде сұрақ картадағы өлшем неге тең? Картадағы өлшем, жердегі өлшем тең болады 1 бөлінген x. Осы формулаға қоямыз. Картадағы өлшем, так, біздегі жер өлшеміміз 100 мың. 100 мың. Так, енді 1 бөлінген масштабты жазамыз. 25 мың. 25 мың. Так, көбейтіледі. Так, картадағы өлшем 100 мыңды 25 мыңға. Так, 3 нөлі кетеді. Енді 100-ді 25-ке бөлетін болсам 4 болады. Жауабы 4 сантиметр. Бірінші есепке тоқталсақ, 161 есепте бізде 1-де 10-шы суретке қараңдар дейді. Мына 1-де 10-шы сурет. Осы суретте бізге картадағы өлшем берілген. Сол картадағы өлшемде Астана мен Қарағандының арасын сызғыштың көлемімен өлшейміз. Сызғыштың көлемімен өлшеген кезде бізде 3 сантиметр болды. Сонымен номері 161 есеп, картадағы өлшем 3 сантиметр болды. Бізде 1 бөлінген x масштабымыз 1 бөлінген 7 миллион дейді. 7 миллион есе кішірейтіп салынған. Енді осы жердегі жер бетінің арақашықтығы, яғни жердегі өлшем қанша? Яғни
машинамен баратын болса қанша километр жүріп барамыз деген сөз. Енді картадағы өлшем, жердегі өлшем тең болады. Так, 1 бөлінген x бұл біздің негізгі масштабтың формуласы. Кеттік ары қарай. Енді мына жерге 1 бөлінген 7 миллион. Енді осы жерде жердегі өлшемді табу үшін мына екеуін көбейтеміз. Мына екі санды көбейтеміз. Сол кезде бірді жердегі өлшемге көбейткен кезде жердегі өлшем шығады. 3 сантиметрді 7 миллионға көбейтемін. 7 миллионға көбейтемін. Сол кезде менде екеуін көбейтемін. 21 болады. Артындағы 6 нөлді тіркейміз. Бұл бізде сантиметр. Біз енді километрге айналдыруымыз керек. Километрге айналдырған кезде мына 5 нөлді алып тастаймыз. Сол кезде бізде 210 километр болады екен. Жауабы 210 километр. 162-ші есепте бізде масштабты сұрап тұр. Картадағы өлшем 17 миллиметр. Ал жердегі өлшем ол бізде 170 километр. Екеуінде бір өлшемге келтіруіміз керек. Сантиметрге айналдырған кезде сантиметрге айналдыратын болсақ, біз не істейміз? Так, 1-0 10-ға бөлеміз. Сол кезде 1,7 сантиметр болды. Енді мынаны сантиметрге айналдыратын болсақ, онда 5-0 тіркейміз. 170-тің артына 1, 2, 3, 4, 5 сантиметр болды. Яғни бұл жерде 1 бөлінген x масштабты сұрап тұр. Масштабты сұрайды. Ал шешуі картадағы өлшем, жердегі өлшем тең болады 1 бөлінген x-қа. Апарып орын-орнына қояйық. Картадағы өлшем деген жерге 1,7 сантиметр деп жазамыз. Ал жердегі өлшемге 170. Так, артындағы, яғни 17 миллион ғой. Артындағы 5-0. 1, 2, 3, 4, 5. 5-0. Кішкене мен шатасып кетпес үшін нөлдерді ашып-ашып жазып отырмын. Так, сонымен 17 миллион ғой негізінде. Так, ары қарай кеттік. 1 бөлінген x. Бұл да сантиметр, мынау да сантиметр. Сантиметр мен сантиметр қысқарып кетеді. Бізде масштабтың жауабы шығайын деп жатыр. Сонымен 1 бөлінген x. Так, алымында бөлімінде 10-ға көбейтіп жіберейін. Сол кезде менде бір орын артқа қарай жылжиды. 17 болады. Бөлшектің бөліміне 1-0 қосылады. Сонда 173 нөлі бар, 2 нөлі бар еді. Тағы да 1-0 қосылады. Сонда 170 миллион болды. Енді 17 мен 17-ні қысқартамыз. Мына жерде 1 деген сан қалды. Сонда 1 бөлінген 10 миллион болайын деп тұр бізде. 10. Ар жағындағы 3-0 и 3-0. Сонда 10 миллион екен жауабы. 1 бөлінген 10 миллион. Осылай жазуға да болады, немесе бөлшек түрінде де жазуға болады. Екеуі де жауабы. Бірінші есебінде бізде жер бетінің қашықтығы, яғни жердегі өлшем белгілі болып тұр. 68 километр. Масштаб белгілі болып тұр. Масштаб біздің бірінші есеп бойынша 1 бөлінген 2 миллион. Енді бізде сұрап тұр, осы елді мекеннің картадағы қашықтығын сұрайды, яғни картадағы өлшемді сұрайды. Картадағы өлшем, жердегі өлшем тең болады 1 бөлінген x. Бұл біздегі масштабтың негізгі формуласы. Апарып орын-орнына қояйық. Картадағы өлшем. Енді жердегі өлшемге 68 километр болса,
Так, жердегі өлшем 68 километр болса, оны сантиметрге айналдырғанда артына 5 нөл тіркейміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу сантиметр дейміз. Көбінесе біз сантиметрмен жұмыс жасаймыз. Ары қарай кеттік. Так, 68, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді масштабты жазып қояйық. Біреу, екеу, үшеу, біреу, екеу, үшеу. Картадағы өлшемді табуымыз керек. 68, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. 2 миллион. Так, ал ары қарай кеттік. Енді есептейік. 3 нөлмен 3 нөл кетеді. 2 нөлмен 2 нөл кетеді. Енді 68-ді 20-ға бөлеміз. Онда 3,4 болады екен. Сонымен жауабы картадағы өлшемнің ара қашықтығы ол 3,4 сантиметр екен. Так, жердегі өлшем бізде 68 километр. Оны сантиметрге айналдырып кетейік. Оны 5 нөл тіркейміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу сантиметр болды. Енді масштаб бар. 1 бөлінген 1,7 миллион. 700 мың. Картадағы өлшем тең сұрақ. Картадағы өлшем жердегі өлшем тең болады. 1 бөлінген x. Орындорына қоя берейік. Орындорына қояйық. Бұл бізде шешуі. Картадағы өлшем жердегі өлшемге 68. 3 нөлі бар. 2 нөлі бар, я? 1 бөлінген 1,7 миллион. Енді осы жерден картадағы өлшемді табу үшін мына екі санды көбейтеміз. Сонда картадағы өлшем 68-дің артында 5 нөлі бар. 1,7 миллион. 3 нөлдер кетті. 2 нөлмен 2 нөл кетті. Енді 68-ді 17-ге бөлу ғана қалып тұр. Ол бізде 4-ке тең. Сонымен жауабы 4 сантиметр. Футбол қақпасының ені, футболдан суретке көрсетіп тұр. 7,3 метр. Биіктігі 2,4 метр. Бізде 1 бөлінген 100 масштабымен футбол қақпасының сызбасын сызыңдар дейді. Яғни картадағы, біз жаңағы қағазға қалай сызамыз деп тұр. 7,3 метр биіктікті 1 бөлінген 100 есе кішірейтіп қағазға қалай сызамыз деп тұр. Енді ені бізде ені. Төртбұрыштың суретін салып қоя салайық, бізге түсінікті болу үшін. Так, енін А дейміз. Ұзындығын В дейік. Так, кеттік ал. Бізде ені А бізде 2,4 метр болып тұр. Бізде В 7,3 метр болды, я? Енді біздің масштабымыз, яғни 1 бөлінген x нешеге тең болып тұр? 1 бөлінген 100-ге тең болып тұр, я? Енді бізге сұрайды, картадағы өлшемді сұрап тұр, я, бізде? Екеуі де жердегі өлшем болып тұр. Жердегі өлшем, мынау да жердегі өлшем. Енді сұрақ бізде А бойынша картадағы өлшем неге тең? В бойынша да картадағы өлшем неге тең деп тұр. Оны табу үшін біз екі масштаб табамыз ғой. Формуланы 2 рет қолданатын боламыз. Ал кеттік. Енді бірінші А бойынша, А бойынша табайық. А бойынша бізде жазайық. Так, картадағы өлшем. Так, бізде А бойынша
2,4 болып тұр, иә. Оны метрді сантиметрге айналдырған кезде, жазып кетейікші. А бізде 2,4 метр ма? Оны сантиметрге айналдырған кезде мұнаны 100-ге көбейтеміз, иә. Сол кезде бізде қанша болады? 240 бола ма? 240 сантиметр болады, деп. 100-ге көбейткенде бір орын былай жылжиды, бір нөл артына тіркей саламыз. В-да 7,3 метр болып тұрса, онда оған да 100-ді көбейтеміз. Сол кезде бір орын жылжиды, 73 болады, артындағы нөл, екінші нөл артына тіркей саламыз. Сонда 730 сантиметр болды. Так, 240 тең болады 1 бөлінген 100-ге. Енді бұл жерде картадағы өлшемді табу үшін 240-ті 100-ге бөлеміз. 0 мен 0 кетеді. 24-ті 10-ға бөлетін болсақ, 2,4 сантиметр болады екен. Өйткені бізде сантиметр. Мына жерде бізде сантиметр бар. Сондықтан жауабында сантиметр. Енді В бойынша картадағы өлшем, мына жерге 730 сантиметр деп жазамыз. Тең болады 1 бөлінген 100-ге. Картадағы өлшем тең болады 730 сантиметр бөлінген 100. 0 мен 0 кетеді. 70-ті 10-ға бөлетін болсақ, 7,3 сантиметр болады. Сонымен жауабы 2,4 сантиметр, 7,3 сантиметр болады екен. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Тағда көптеген есептерді шығаратын боламыз. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.